Осы жылы әлемдік жалпы ішкі өнім өсімі соңғы 6 жылдағы ең төменгі деңгейде көрсетеді. Әр жарты жыл сайын экономика жағдайы туралы есеп беріп отыратын халықаралық валюталық қордың баяндамасында осылай деп жазылған. Ұйымның сөзінше, бұған бірінші кезекте Қытайдың әлсіздігі, шикізат тауарлар бағасының арзандауы себеп. Сондай-ақ ақш-тағы банк мөлшерлемесі көтеріледі деген болжамды әсер еткен. Халықаралық валюта қорының жазуынша, Ресей, Бразилия және Венесуэла мұнай бағасының күрт құлдырауынан қатты зардап шеккен елдер қатарында. Ресейлік экономика осы жылы 3,8%-ға, келесі жылы 0,6%-ға төмендеуі мүмкін. Ал әлемдік банк Азия-Тынық мұхиты аймағына арналған болжамды екінші рет төмендетті. 2015 жылғы көрсеткіш 6,7%-дан 6,5%-ға, 2016 жылғы көрсеткіш 6,4%-ға төмен түсті. Сарапшылардың сөзінше, аймақ үшін негізгі екі қауіп бар. Бірінші, Қытайдың даму көрсеткішінің баяулауы. Әлемдік банктың болжамынша, Қытай билігі уәде бергенде, елдің жалпы ішкі өнімі осы жылда, келесі жылда 7%-ық өсім көрсетпейді. Екінші қауіп, ақш несиелері бойынша пайыздық мөлшерлемелердің болашақта көтерілуіне байланысты. Бұл алдағы уақытта әлем бойынша дамушы елдердегі ұлттық валюталардың девальвациясына әкелуі мүмкін. Америка құрама штаттары Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының бұрынғы төрағасы Джон Аша және тағы да 5 адамды жемқорлыққа айыптап отыр. Джон Аша қытайлық кәсіпкерлердің мүддесін Біріккен ұлттар ұйымында қорғау үшін 1 миллион еуродан астам пара алды деп күдіктелуде. Әлемдік ұйымның қазіргі бас хатшысының өкілінің сөзінше, Пан Ги Мун болған жағдайға қатты таң қалды және айыптауларға алаңдап отыр.